Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен сіздерге қағаздан кубик жасап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Оны жасау үшін бізге ең алдымен шаршы пішіндес 8 сантиметрлік 6 дана парақ қажет. Оны ең алдымен симметриялы етіп бүктеп аламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей жартылай етіп бүктейміз. Келесі бетінде дәл солай қайталаймыз. Содан соң бүктелген бөліктің барлығын ашып, екі басын осылай үшбұрышты етіп бүктейміз. Содан соң осы әрекетті жасаймыз. Осылай қайырамыз. Келесі бетінде дәл солай қайталаймыз. Ал енді келесі әрекетті мұқият қарап алыңыздар. Түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Осылай ішке қарай кіргіземіз. Содан соң келесі бетін аударып, осылай қайырамыз. Міне дәл осылай 6 дана жасап аламыз. Міне біз мұнда 6 дана жасап алғанбыз. Енді бұл 6 дананы бір-біріне біріктіру арқылы кубик пішінін жасайтын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп бір-біріне кигізуге тырысыңыздар. Мінекей, соңғы бөлігінде кигізіп болдық. Осымен біздің кубигіміз дайын болды. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, менің видеоларымды жіберіп алмаңыз.